Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Заман қандай дамып барады. Егер осы сөздер сізді қызықтырып жатқан болса, арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Жастар SMS хабарнама арқылы жұмысқа тартылады. Бұл туралы еңбек және қоғамдық халық әлеуметтік қорғау министрі, вице-министрі Олжас Ордабаев орталық коммуникациялық қызметінің алаңында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді деп хабарлайды ел.кз тілшісі. Айтуынша, биыл жыл басында өңірдің жұмыспен қамту карталары бекітілді. Оған сәйкес 950 мыңға жуық адам жұмысқа орналастыру жоспарланып отыр. 20 ақпандағы жағдай бойынша 117 мың адам астам азамат жұмыс орындарына ие болды. Ұлттық жобалар аясында 73 мыңнан астам адам жұмысқа қабылданды. Мемлекет басшысының баспанасын іске асыру бойынша жұмыс орындары 18.800 адамды ұсынылды. Ал бос жұмыс орындарына жұмыс берушілері 28.100 адамды жұмысқа орналастырылды деп атап өтті вице-министр.